Баршаңызға сәлем. Орыс тілі күнделікті өмірде ең қажетті тілдің бірі. Бірақ сол тілде қалай сөйлеп үйренем, грамматиканы түсінбеймін, сөздерді қалай жаттасам болады, род, окончание, предлогтарды қалай ажыратам деген сұрақтар сізді мазалайды ма? Еш уайымдамаңыз, оның шешімі бар. Оп-оңай каналы арқылы тез әрі жылдам үйренетін боласыздар. Өткен сабақта біз сіздермен дательный падеж туралы өткен болатынбыз, ал бүгін сіздермен дательный падеждің көпше түрі множественное число туралы өтетін боламыз. Бүгінгі сабақты түсінгіңіз келсе, өткен сабақты көруге кеңес береміз. Және каналға тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Өткен сабақты қайталап жіберсек, дательный падеж кімге деген сұраққа жауап береді. Және соңындағы жалғаулары родқа байланысты бөлінеді. Мужской род, средний род және женский род. Мужской родта келетін сөздердің барлығына у және ю жалғауы жалғанады. Средний родта да тура мужской род сияқты у және ю жалғауы жалғанады. Ал женский родта е және и жалғауы жалғанады. Енді мысалдармен ашып түсіндірейік. Брат сөзі бұл аға. Брат, брату. Оған у жалғауы жалғанып тұр. Кімге? Ағама. Марат, марату. Маратқа. Учитель, учителю. Мұғалім, мұғалімге. Музей, музею. Музей, музейге. Средний родта тура мужской род сияқты ую жалғауы жалғанады. Окно, терезе, окну, терезеге. Здание, ғимарат, зданию, ғимаратқа. Женский родта өте оңай, жай ғана е және и жалғауы жалғанады. Мысалы, мама, мама, маме, мамаға. Подруга, құрбы, подруге, құрбыма. Сестра, әпке, сестре, әпкеме. Мысал ретінде, я маме рассказываю все свои секреты. Яғни, мен мамаға бүкіл сырларымды айтамын. Естеріңізге түсті деген ойдамын өткен сабақ, ал енді бүгін біз көпше түрін өтеміз. Өткен сабақта жекеше түрін өткен болсақ, бүгін көпше түрін өтеміз. Көпше түрдің сізге бір ерекшелігін айтайын ба? Онда тыңдаңыз. Көпше түрде бар жоғы екі жалғау келеді. Ол мужской род, ол женский род болсын, ол средний род болсын, барлығына екі жалғау жалғанады. Ам және ям. Енді сіздерге мысалдармен қарастырайық түсінікті болу үшін. Сол жақта атау септігінде келтірілген көпше сөздер. Олар врачи, мамы, папы, малыши, подруги. Бұлардың барлығы көпше түрде, бірақ атау септігінде тұр. Енді біз оларды дательный падежге қою үшін оған ам жалғауын жалғаймыз. Сонда шығатыны врачам, дәрігерлерге, мамам, мамаларға, папам, әкелерге, малышам, балаларға, подругам, құрбыларға. Семьи, отбасылар, семьям, отбасыларға. Музей, музейлер, музеям, музейлерге. Словари, сөздіктер, словарям, сөздіктерге. Сыновья, ұлдар, сыновьям, ұлдарға. Братья, бауырлар, братьям, бауырларға. Друзья, достар, друзьям, достарға. Стулья, орындықтар, стульям, орындықтарға. Упражнения, жаттығулар, упражнениям, жаттығуларға. Окна, терезелер, окнам, терезелерге. Достар, кейде сын есіммен бірге келетін көпше сөздер келіп қалады. Ол кезде қалай өзгертемін десеңіз, мына жаққа қараңыз. Красивые, әдемілер, красивым, әдемілерге. Молодые, жастар, молодым, жастарға. Ал енді к, г, х, ж, ш, ч, ш және н сияқты әріптер келіп қалса, онда им жалғау жалғанады. Зимние, зимним, маленькие, маленьким. Енді местоимение кеп қалса, мои, моим, твои, твоим, наши, нашим, ваши, вашим, свои, своим, ее, ее, его, его, их, их. Сабақты қорытындылауға жаттығуларды жасаймыз. Осы сөздерді дательный падежге қойып, көпше түрінде жазып шығыңыздар, немесе паузаны басып ауызша айтыңыздар. Дұрыс жауаптары: родители, ата-аналар, родителям, ата-аналарға. Дочери, қыздар, дочерям, қыздарға. Соседи, көршілер, соседям,
көршілерге, матери аналар, матерям аналарға, сыновья ұлдар, сыновьям ұлдарға, дети балалар, детям балаларға, люди адамдар, людям адамдарға, братья бауырлар, братьям бауырларға.